облыстың медиа кеңістігінде 100-ден аса бұқаралық ақпарат құралы жұмыс жасаса, соның екеуін Нұрлан Нұрмұханов басқарып отыр. Олар республикалық әдеби-мәдени, тарихи-танымдық әлімсақ журналы мен қоғамдық әлеуметтік ғылыми көпшілік ұстаз мәртебесі газеті. Ақмешіт апталық газетінде бөлім меңгеруші қызметінен бастаған Нұрлан Көбегенұлы Халық газетінде бас редактордың орынбасары, бас редактор, кейін Ақмешіт, Табиғат тынысы газеттерінің бас редакторы болды. Шығармашылық жолда Жас Алаш, Ана тілі, Сыр бойы, Ақмешіт ақшамы газеттерінде ақпараттан бастап мақалалары мен сұхбаттары жарияланды. Автордың бұл кітабы талай жылға еңбектің бір көрінісі. Қаламұшында қоғам деп аталатын публицистикалық бағыттағы жинағына 1996-2021 жылдар аралығында жарық көрген сан түрлі материалдардың ішінен 25 сұхбат пен 25 мақала іріктеліп алынған. Сұхбаттары арқылы өз кезеңнің ахуалы, әр саланың тыныс-тіршілігі беріліп, әр кейіпкердің характері байқалса, мақалалар арқылы қоғамның өзекті мәселелерін қалт жібермей, өзіндік көзқарасын, ой-пікірін ашық әрі батыл түрде білдіріп отырғаны байқалады. Осы арқылы еліміздің даму деңгейі, өңірдің тарихы шынайы көрініс тапқан. Нұрлан Көбегенұлы жас журналистердің шығармашылығын шыңдауда аянып қалған емес. Тіпті шығармашылық жастарды қайрауда олар үшін ән де арнағаны бар. Шекпеннен төліп шыққан жастар едік, қылғаламды қажытуға құштар едік, шындық үшін шырылдаған астар едік, журналистер, тілшілер, бәріміз де тілші болып бастап едік, сын мақала жазып тастап едік, сыншы тілші қайда?